Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик, және де менің қызықты да керемет видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбына немесе превьюдан түсінгендеріндей, мен бүгін перекуп жолының екінші бөлімін түсіретін боламын. Бүгінгі видео өте ұзақ және өте қызықты болды, сондықтан арнама тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпейік, ал мен көп сөзбай видеомды бастаймын. Егер де менімен бірге Playground ойынын ойнағыларың келсе, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Playground жазып, ойынға кіргеннен кейін Yakut серверді таңдап, және өздеріңнің парольдеріңді және регистрация етіп алғаннан кейін, ойынға кім шақырт деген жерге менің Нурик ютубер атты никімді жазатын болсаң, 3-ші уровеньге жеткен кезде саған 50 000 рублей беретін болады. Алдыңғы видеоны көрмеген болсаңдар, яғни перекуп жолының бірінші сериясын көрмеген болсаңдар, осы видеоның описаниясында тұр, яғни көріп аларыңа болады. Қазір мен мына жерден 4 000 рублейді ежедневный кейстан түсіріп алдым, және мені 20 рет ашқаным үшін 2 бомбский кейс берді, және біреуінен осындай 15-ка түсті, ал екіншісінен осындай лада түсті. Осы екеуін мен госқа слететіп жүрген болатынмын. Маған қазір ақша керек болып жатыр. Сонымен менде 300 000 рублейдей болды. Сосын мына жақтан ежедневный кейспен бір не кейс ашқан болатын, бомбский кейс, сол екеуінен ақшамды жинап, сосын мына жақта вадала жұмысын жасап, соның ақшаларымды мына жерде өткізіп жатқан кезім. Бұны әрине 2x пен өткізіп жүретін боламын. Мен бәрін өткізіп болдым, және менің қолымда 464 504 теңге болды. Сонымен қатар мен мына жақта ежедневный кейстан 5 блэккоин түсіріп алған болатынмын. Өйтіп казинодан 1 лям көтеріп алып, және ревардты қарасаңдар, мына жерде 2 көлік тұр, оның біреуі пятнашка, және оның бірі қабан көлігі, яғни Мерседес қабан. Оны мен госқа слететіп жүрген болатынмын селкар командасымен. 450 000-ға ма сондайға кетті, по идее. Мына пятнашканы сатпаймын деп шештім. Бұмен авторингқа барғаннан кейін барып сататын боламын. Енді осы егер перекуп жолы ұнап жатса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Алдыңғы видеоға 25-ақ лайк жиналыпты, ал менің қолымда 1 648 000 рублей. Сонымен қазір өзімізге перекупқа келетін машинаны іздеу керек болады. Мына жақта қателеспесем X5 болу керек. Мен особо шәрттіппен, если жазбай қойыңдар комментарияға, анау басқа көлік деп. Осы Вембаға айтып көрген болатынмын, бірақ ол кішкене оверлоу болғандықтан мен басқа, яғни нақта дәл сондай Вемба тұр, соғанда айтып көрдім. Бұл қазір күтетін боламыз. Отдем деп жаздым, яғни есігін ашса, енді болды, ашты. 2-де 5 деп тұр. Бұл енді кішкене оверлоу болғандықтан, менің ақшам жетпейтін болғандықтан бұл машинаны әрине алмаймыз. Бізге 1 миллион мен 1 600 000 арасында машина керек болады. Осы жерде новыйдан шыққан машинаға барып бағасын сұрасам, кішкене қымбаттау. Сосын низкий классқа барып көрейін дедім, яғни ол жақта бір Мерс или Вемблар болатын болса, соның біреуін алып кетейін деп. Мінекей кірдік. Осы жақта мен сразу осы бір Вембаны көрдім, және осы Вембаға сколько деп жазамыз. Бұл көп ойланды да, өзінде бар заттар жазды, және бағасын 650 000 мен 600 000 арасы деп тұр, яғни екеуінің біреуіне берем, яғни край 600 000 деп тұр. Отдем деп кеттім бұмен. Мынаны қараңыздар, мына жақта Nitro 2x, бұл айтады, бак болып тұр деп, яғни Nitro 12 дейді негізінде. Бұл қалай достар, сонда сіздерде де осындай бола ма, яғни Nitro 12 деп айтады, но бірақ Nitro 2x болып тұр. Бұған 470 000 ұсынып көретін боламыз. Және мынау, біраз ойланып тұр, қазір нағыл дейді екен. Біраз ойланып тұр. Бұл нет деді. Мына жақта тағы бір, жаңағы адамға мен айтқан болатын, сатасың ба деп, ол жоқ деп, сатпай қойды. Мына Мерсқа барып мен сколько деп жазамын. Бұл край 400 000 дейді. Отдем деп бұмен кетіп қалатын боламыз. ПТС'ін сұрадым, ПТС'ін жіберді. ПТС'та бізде спорт, Nitro жоқ, инсустар да жоқ. Жалпы сатып алуға нормальный машина болғандықтан бұмен кішкене ойлану керек болып отыр. Яғни мен бұған қазір өзімнің бағамды ұсынып көретін боламын, яғни 340 000 деп жазып көретін боламын, яғни 340 000-ға алып кетсек, осыны кішкене нормальлеу болады, яғни сатуға келеді. Бұның ответін күтеміз. Бұл бізге дейтін 350 000 рублей ұсынып тұр. Бұған келісуге болады, бірақ жалпы бұдан сұрайтын боламыз қазір.
маған максимум бұның дейтін нитросы жоқ болып тұр, яғни вообще мен көрген бұда не стробоскоп бар ма деп, и тек спорт екен. И мына жерде маған жіберіп тұр, яғни қаншаға жіберді, бұл жерде 350 мыңға жіберіп тұр. Мен бұны алмайым деп шештім, өйткені өзіме ұнамай қалды, сондықтан бұны алмаймын. И бұл авторингта шешетін сөз, яғни мен бұған 300к go или net деп жазып жүретін боламын. Қазір go десе, net деді. Общем, мына машинадан біз кетіп қаламыз. Енді бізге басқа машина іздеу керек болады. И және мына жақта қарап тұрсаң бір нормальный машина қалмады, сондықтан обратно среднийға кетемін деп шештім. И общем бәрі сондай болып кетті, яғни средний низкий бір жақтан нормальный машина табылмайды, біреуі қымбат, біреуінің изнусы бар, солай болып кете береді. И бізге қазір енді точно табу керек нормальный машина. И мына жерде мен мына бір Вембаның бағасын барып сұрасам, бұл дейтін бізге нағыл дейді екен. Бұл бізге спорт, шинка, диска, барлығы бар екен. Бұда full цвет деп жатыр, 2К торг дейді. И аддем деп бұны да алып кететін боламыз қазір. И бағасымен келісіп, осыны нормальный бағаға алып алсақ, и бұл жерде ПТСін жіберді. Осы бәрінде де бак болып тұрған сияқты, общем 2Х болып тұр, яғни ПТСіне кіретін болсаң. И мына жақта семьяның баласы, сен ала бер деп жатыр, бұған әрине абдуши. Бірақ, бұлны, нитро 2Х болғандықтан бұған айтып көрген болатын, яғни бәрінде осылайнан бак болып тұр ма, әлде тек менде ғана бак па. И осылайнан бак болып, нитро 10Х деп тұр, бірақ ПТС мінеки жібергенде нитро 2Х. Осындай бак болып тұр, енді бұны алмайым деп шештім, өйткені осындай бір бактау ма, сондай и мына жақта бір мерсқа қызығып қалып, и осыдан сұраған болатын, яғни ПТСін. Бірақ бұның износы, шешеден кетіп отыр ғой. И біз осылайша авторингта 30 минуттан көп жүрдік, бірақ әлі бірде-бір машинаны алған жоқпыз. И мына жақта бір Camry, 1.6-ға сатам деп қоймай қойды, 1.5-ге келіс алмай, бұлмен, мен 1.5 дейін, 1.6 дейді. Общем, екеуміз жақтада дұрыс келісім болмай қалып, и мен бұған, дерзкий подарка жасайтын боламын қазір. 1.5 деп айтам, бұл қоймай қойды, 1.6-ға сатам деп. Мінеки жіберіп отыр, мен оны әрине қабылдамайым. И осылай әкелдім, соғып тастадым, 27-ге түсіріп тастадым, машинаның ремкасын дейма, солай айтады, и подарок деп бұған жібереміз. И тағы бір рет жазамыз, подарка деп, мінеки так. И енді, осылайша мен видеом аяқталды. Егер сендерге перекоп жолының 3-ші бөлімін тез шығарсын дейсендер, осы видеоға кемінде енді 30 лайк пен 500 просмотр жинайтын болсаңдар, мен келесі бөлімдерін, яғни бөлімін десем де болады, тез шығаратын боламын. Ал сендермен болған мен Нурик, пока-пока, чао.